Сәлем, YouTube арнамның оқырмандары. Сіздермен бірге мөлдір. Бүгін сіздерге өте дәмді, сонымен қатар бірінші реттен өте керемет болып шығатын сүтті қыз тортының рецебін сіздерге бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал ендеше кеттік. Ал енді жасалу жолына келсек, бұл тіптен де оңай. Видеода көрсетілгендей барлық ингредиенттерді бір ыдыста жақсылап миксерлейміз. Біздің тестамыздың консистенциясы қаймақтікі секілді қою болуы керек. Келесі кезекке тефлоновая бумага я болмаса пергаментке диаметрі 24 см болатындай шеңбер сызып аламыз да, жаңағы дайын болған қамырымызды жұп-жұқа қылып осыған жағамыз. Оған где-то 3-4 ас қасықтай кетеді. Осындай кезекпен әрбір коржымызды қызып тұрған духовкада беті қызарғанша пісіріп аламыз. Өз духовкаларыңызға қарай, где-то 10 минут шамасында. Ал енді корждарымыз суығанша кремін дайындаймыз. Сүзбелі ірімшікті 3-4 минуттай миксерлегеннен кейін қант ұнтағын қосамыз да, ары қарай тағы да жақсылап миксерлейміз. Одан кейін үстіне клейге және қоюлатылған сүтті қосып, жақсылап тағы да миксерлейміз. Крем өз көлемін ұстап тұратындай болуы қажет, сондықтан да жақсылап миксерлейміз. Ал енді тортымызды жинаймыз. Тортты жинамас бұрын подложкаға аз ғана крем жағып алдым, біздің корждарымыз жылжып кетпес үшін. Үстіне коржымызды қойып, кремімізді жағамыз, содан кейін корж, тағы да крем, осындай кезекпен бүкіл тортымызды жинап шығамыз. Тортым біркелкі жиналу үшін тортты осындай кольцода жинадым. Осындай кезекпен тортымызды түгелімен жинап шыққаннан кейін оны 4-6 сағатқа суыққа қойып қоямыз. Туған күн кешіне орай үйге қонақ келгендіктен мен асығыс 1 сағатқа ғана қойдым. Енді осы тортымыздың сыртын қаптау үшін крем дайындаймыз. Ыдысқа сүзбелі ірімшікті салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін сары майды қосамыз да, тағы да жақсылап араластырамыз. Қант ұнтағын қосамыз да, миксерлейміз. Содан кейін клейгейімізді қосып, креміміз қоюланғанша жақсылап миксерлейміз. Торттың сыртын қаптау үшін өзіңіздің ұнатқан креміңізді жасап қолдансаңыз болады. Дайын болған кремімізді арнайы қалташаларға салып аламыз да, өзіміздің тортымыздың сыртын қаптауға кірісеміз. Тортымыздың сыртына жаққан кремдерді арнайы шпательдердің көмегімен дүзулеп шығамыз. Содан кейін тортымызды өзіміздің қалауымызша, яғни өзіміздің фантазиямыз бойынша әділейміз. Аяқ асты қонақ келгенде осы тортты жасап, үй ішіңізді және қонақтарыңызды осындай дәмді тортпен қуантыңыз. Өте дәмді болып пісетін торт жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.